Бір уақытлары бұл жерде үлкен цивилизация гүллеп жаснаған еді. Қаланың архитектурасы болса, сол дәуір үшін өзгеше көріністі інәм еткен. Бұл апайы қала емес, бәлкі мың жылдар давамында жасырын сырлар, әпсаналар һәм тарихи уақияларды өзінде жәмлеген макан еді. Ол республикамызда жайласқан топырақ қала. Бүгінгі видеомызда біз топырақ қала хақында сөйлесеміз, яғни бұл қала қашан, кім тарапынан құрылған, сол дәуірде адамлардың жасау тарызы қандай болған, сондай-ақ бұл қала негізінен қандай қызметті атқарған, барлығына жауап іздейміз. Егерде бүгінгі темамыз сізге қызық болса, видеомызды ақырына шейін көрің һәм топырақ қала хақындағы пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Бұл Айдын каналының жаңа саны, мен Айгүл. Егерде сіз дайын болсаңыз, басладық. Топырақ қала орайлық Азия айемгі дәуірдің тикарғы естелігі болып, біздің эрамыздың 1-6 әсірлеріне тиесілі естелік есапланады. Бұл қала айемгі орта шығыс тарихын, көркем өнері һәм дінді түсінуде зәрурлі ахметке ие. Ол Қарақалпақстан Республикасының Елік қала районында жайласқан. Айрым деректерде топырақ қала эрамыздың 1-2 әсірлерінде Хорезм хүкімдары Артав ямаса Артабан тарапынан құрылғанлығы, қаланың шүлкемлестірілуі ықтимал құбла батыстан 14 километр ұзақлықта жайласқан Ақшақан қаланың тәрк етілуінен кейін жүз бергені айтылады. Бұған экспедиция давамында табылған теңгелер себеп болған. Қала алдын ала таярланған сызылма жойбар бойынша құрылған. Антик дәуірдегі жазба деректерге қарағанда, қала құрылысына үлкен ітібар беріліп, ол арнаулы жобалаушы топар тарапынан құрылған. Бұл топар уәкілдері өздерінен бұрынғы діни дәстүр, көркем өнер, архитектура, құрылыс тарихы менен жақсы таныс болуымен бірге, сол дәуірдегі күшлі рауажланған шығыс мәдени орайларындағы көркем өнерден хабардар болған. Оған қала құрылысы ісіндегі айемгі Месопотамия һәм Вавилон үлгілерінің пайдалануы айқын дәлел болады. Сондай-ақ қаланы зерттеген Сергей Павлович Толстов та бірнеше мәрте топырақ қала архитектурасының Месопотамия имараттары менен белгілі бір байланыслары бар екенлігін атап өткен. Айрым деректерде айтылуынша, сол уақытта бірінші кезекте құрылыс өткерілетін аймақтың тазалығына ітібар берілген. Бұл үшін болса апайы ұсылдан пайдаланған. Бұл қандай ұсыл дейтұғын болсаңыз, жерде, суда, өсімлік дүниясында кеселіктің бар жоқлығын анықлау мақсатында сол жердің аңы атылып, оның ішкі құрылысы, яғни жүрек, бауыр, бөтеке сияқты органлары тексерілген һәм сол арқылы анықланған. Сол орталық таза болған жағдайда ғана қала құрылысына рұқсат берілген. Ойлап қарасаңыз, топырақ қала ұлыма Құбла арал бойындағы барлық айемгі қалалар осы тәртіпті есапқа алған. Һәм сол жағдайда салынуы бұнан 2000 жыл бұрын біздің аймағымыз экологиялық жақтан жүдә таза болғанлығын көрсетеді. Бұнан сқары қала құрылысы үшін сайланған майданшаның қолайлылығы, жердің дүзілісі, оның құрылыс материалға жақынлығы һәм тағы басқа жағдайлар есапқа алынған. Осы көзқарастардан топырақ қала үшін орын жүдә сәтлі таңланған. Оған топырақ қаланың өлкеміздің көп қалаларына уақытында зақым еткен Асау Амудариядан қашығырақ орналасуы, сонымен бірге оның Сұлтан Уайс тау тізбектеріне жақын каруан жол бойында жайласуы айқын мысал бола алады. Ал енді ойлап көрсек, сол дәуірде топырақ қала негізінен қандай қызметті атқарған? Деректерде айтылуынша, сол уақытта бұл қала мәдени, сияси, діни орай болған, һәмде қорғану қаласы есапланған. Сонымен біргелікте антик дәуірде Африқилер династиясы хакімет басына келеменге шекем. Анықрағы 2-3 әсірлерде айемгі Хорезм хүкімдарларының тикарғы резиденциясы болған деп шамаланады. Ал топырақ қала атамасы болса, оның жайласу орнынан келіп шыққан. Яғни бұл қала топырақлы үлкен төбеде орналасқан һәм тикарынан топырақтан құрылған. Қаланың режесі меридиан бойынша созылып жатырған геометриялық туры 4 мүйшіліктен ібарат болып, 2 қатар қалың қорған диуалар менен қоршалған. Оның сыртынан болса, қыр дөңгелек етіп айландыра, терең етіп
қандек қазылған. Уақытында су толтырылған бұл енлі қандектен қалаға тек оның құбыла диуалы ортасындағы даруазасы тәріптегі аспа көпір арқалы өтілген. Топрақ қаланың ұлыма аймағы хақында іліми деректерде көптеген мағлұматлар бар. Археологиялық зерттеулерге қарағанда қаланың орайлық бөлімі шамамен 17,5 гектар майданды иелейді. Бірақ топрақ қала атрапындағы қосымша қорғану диуалары, қосымша кварталдар, тұрақ жайлар һәм басқа да археологиялық объектілерді есап қалғанда оның ұлыма аймағы шамамен 120 гектарға жетеді. Топрақ қала комплексі қала, жоғары сарай һәм арқа комплекстен барады. Сол уақытта қала даруазасынан ішке кіру оның құрылысы менен бейтаныс адамлар үшін өз алдына мүшкіл болған. Себебі әскери архитектура жетіскендіктері үлгісінде салынған. Бұдан тысқары даруаза алдына тұйық қолтықшаларға ие ирек етіп құрылған қосымша құрылыс өз алдына кішкене бекіністі естетеді. Міне осы қиыр-шықыр өткелдер арқалы даруазадан ішке кіргенде қаланы арқадан құбылаға қарай оның дәл ортасынан екіге бөліп тұрған үлкен гүзар көшеге шығасыз. Орайлық көшені шығыстан батысқа қарай кесіп өтетұғын майда көшелер қала ішін онлаған туры 4 мешілік түріндегі махаллеге бөліп тұрыпты. 10 метрге шамалас болған бұл орайлық көше һәм оған байланысқан майда көшелер жәрдемінде қала ішіндегі өзінің қалеген махалледегі орынға іркінішсіз баруға болады. Бұл қалайынша дейтұғын болсаңыз, қаланың бас көшесі болсын, ямаса махалле көшелері болсын, барлығы туыры оқ сызық түрінде құрылған. Соның шында қалада бірде қисық, ямаса ирек көше ұшырату мүмкін емес. Айемгі қала соншелі дәрежеде үлкен еді, яғни ол 200-ге жақын қожалық һәм тұрақ жай имараттарынан ібарат 10 кварталды өз ішіне алған. Әр бір кварталда өздерінің кіші орайлары болып, онда өнерменшілік һәм зиярат орынлары болған. Ал қалада болса 2,5 мыңнан астам халық жасаған һәм олардың ярымы сарай резиденциясында істеген. Туры 4 мешілік тәрізінде жобаластырылған қала мүйішлері дөңгелекленген көп сандағы 4 мүйішлі қарауыл төбелері бар 8-9 метрлік қорған диуалары менен қоршалған. Бұл қорғанлар қаланы сыртқы дұшпанлардан қорғау үшін құрылған. Қалаға кіру аузы құрамалы даруаза алды құрылмасы ретінде сленген болып, оннан бүткіл қала арқалы қорғанға қарай ені 9 метрге шамалас болған орайлық көше өткен. Әрбір кварталда тұрақ жайлар, қожалық имараттары, ибадатханалар һәм өнерменшілік ұстаханалары жайласқан. Бұл кварталдар қала тұрмысының текарығы бөлінуін пайда еткен. Қаланың арқа бөлігінде болса, оғада үлкен патша сарайы болған. Осы қатарда отқа сенатолардың үлкен ибадатханасы һәм базар жайласқан. Кесілген пирамида формасындағы сарайдың текарығы массиві қам кірпіштен құрылған болып, фасады вертикал бөртіп шыққан нақыслар системасы менен безетілген. Сарайдың текарығы бөлегін сыйыну һәм мәресім бөлімлері комплексі иелеген. Құрылыстың диуалары нағыслар менен оған тиесілі безеу зал болса, рең-берең лайдан істелген ыдыс баралеевлер менен безетілген. Бұл безеулерден аз бөлегі бізге шеке жетіп келген. Сарай 3 қабаттан ібарат. Оның орайлық өжірелер тізбегі болса биік болған. Сонымен біргелікте қазіргі күннің өзінде жер бетінен 25 метр биіктікте болған 3 мінары болғанлығы айтылады. Сарай сол дәуір үшін сирек ұшырасатығын архитектуралық өлге сапланады. Оның имараты 150-ден артық кең зал һәм бөлмелерден ібарат. Онда реңлі диуал суретлері, бөртік нағыслар һәм рельефлі мүсіндер безеу сипатында қолданылған. Биіктігі болса 40 метрге жетуі мүмкін. Қазу жұмыстары дауамында ілімпазлар топрақ қаланың қызықлы деталын атап өтті. Эллинистік ұсылдағы көркем суретлер тек қана сарай имараттарын емес, ал апуайы бұқаралардың тұрақ жайларын да безеген. Бұл болса, айемгі қаланың жоғары мәдениетінен дерек береді. Сарай өзінің құрылысы бойынша қала ішіндегі қаланы естіледі. Ілімде жоғары сарай атын алған бұл құрылыс 2 қабат, қалың қорған диуалар менен қоршалып, оған беккем дарвоза орнатылған. Эрамыздың 2-4 әсірлеріне тиесілі қаланың бұл бөлегінің көлемі 80-ге 80 метр болған. Арнаулы таярланған биік майданша үстіне салынған. Сарай мүйішлері әр бірінің көлемі 40-ға 40 метрден 50-ге 60 метрге шамалас болған 3 топхана менен беккемленген. Нәтижеде сарайдың ұлыма майданы тағы да кеңейген. Тек биіктіктің өзі 14,5 метрді құрайтұғын майданша үлкен көлемдегі
хам гербишлерден өріліп, ол жоғары сарайдың тырнағы қызметін атқарған. Тырнақшаға өрілген гербишлердің арасына желім лай орнына дария ұлтанындағы суға қанық шеге құмлардан пайдаланған. Анықтауларға қарағанда, бұндай дария ұлтанынан алынған шеге құмлар өзіне ызғар тартпайтұғын қасиетке ие болуымен бірге, жер сілкінуі апатшылығы уақытында сол құрылыстың оған шыдам беру ұқыптылығын арттырған. Соның үшін да өлкемізде антик дәуірінде құрылған естеліктер биік төбешікте ямаса тегіс жерде жайласуына қарамастан, дерлік олардың барлығында дария құмларынан пайдаланылған. Олардың қатарына Шылпық қала, Қойқырлыған қала, Қызыл қала, Қорғасын қала, Қырқыз қала, сонымен біргелікте Аяз қала сияқты бірнеше онлаған қалалар кіреді. Осындай жүдә мұқиятлап арнаулы таярланған тырнақ үстінде салынған топырақ қала сарайының бірінші қабатынан жүзлеген, ал екінші қабатынан онлаған ханалардың 20 әсірге шамалас сақланып қалғаны айтылады. Жоғары сарай даруазасына соқпа лайдан қия етіп салынған арнаулы жол арқылы шығасыз. Жолдағы қарауылханалар менен даруазадан өтіп, альбастрдан сленген хайкеллер қатар орнатылған салтанатлы дәлізге һәм ол арқылы барлық басқа ханаларға баруға болады. Сарай өзінің құрылысы һәм атқаратығын қызметіне қарай бірнеше бөлімлерден тұрады. Оның үлкен ханалары тастан қашап ісленген шеңбер һәм 4 мүйішлік түріндегі колонна базалар үстіне орнатылып бастырылған. Дюаллар суретлер менен безелген. 5 залдағы дюаллар болса полихром бояулы лайдан ісленген баралейф менен безетілген. Өтміштегі салтанаттың тек қана аз бөлегі бізге шекем жетіп келген. Мысалы, патша залының алтарында Хорезмнің 23 патшасының скульптуралық үлкен көрінісі алдында от жанып тұрған. Жеңіслер залы тақта отырған патшалар һәм олардың төбесінде ұшып жүрген хаял құдайлардың баралейфлері менен безетілген болып, баралейфлер хүкімдарларға патшалық нышауларын тапсыру мәресімін сәулелендіреді. Қара денелі ләшкерлер залы патшалардың текшелерде тұрған баралейфлі көріністеріне ие болған. Оның кішкене фигуралары патшаларға даңқ сазын шертіп тұр. Сулар залын осы хайуанлардың төбесінде грифонлар бар фигуралары безеп тұрған. Әшекөйлі кітімал өсімліктер һәм хайуанат дүниясындағы өмірдің айнасын берген. Мистериялар өткерілетұғын аяқ ойын ойнап атырған нықаплылар залы дюаларының әр жерінде ер адамлар һәм хаялардың жұп тәрізде ойынға түсіп атырған көріністері сақланып қалған. Жоғары сарайда сыры елі ақырына жекем ашылмаған заллар да жоқ емес. Олардың бірінде төмендегідей көрініс берілген. 4 мүйішлі үлкен хана дюаларында орнатылған хайкеллер өздерінің көрінісі жағынан патшаларға да, олардың ханзадаларына да, құдайларға да, әскери адамларға да, әттегі сарай хамилдарларына да еш ұқсамайды делінеді базы бір мағлұматларда. Вакхикалық ойынның көрінісі сәулеленген топырақ қаланың бұл залы негізінен шарап құдайы Диониске бағышланған болуы мүмкін. Себебі орайлық Азияда тап осындай діни мистикалық ойлар шарап құдайы Дионистің құрметіне арнап өткерілгендігі іліми жақтан дәлелленген. Өлкемізде болса шарап даярлау һәм оннан пайдалану ерте дәуірлерден баслап жолға қойылған. Оған жүзімнен шарап даярлайтын түрінің қойқырылған қаладан табылуы емгі жүзімгершілік, атыс қалдықларының әсіресе Аяз қала қапталынан антик дәуірде шарап даярланған аспап үскенелердің табылуы бұған айқын мысал бола алады. Сарайдың дикарғы бөлімлерінен қалың дивалар менен бөлікленген басқа да заллар болып, оларға төбесі ярым гүмбез менен бастырылған ұзын дәліз арқылы ғана өтуге болады. Бұл заллардың дивалары бұрынғылардағыдай ауыр һәм үлкен хайкеллер менен безелмей, ал жұмсақ көркем өнер безеулер менен безелген. Жолбарыс һәм қырғауыл зал диваларында, мәселен, реңлі бояулар менен хайуанат дүниясының хақиқат көрінісінен үзінді берілген. Екінші зал сазенде арфиска, жүзім жинаушылар, басына жабайы жыртқыш, құс тәріздегі тажлы патша, атлардың көрінісі берілген қызыл реңлі дивалары бар хана, анар өнімлерін басып тұрған аналық құдайы Анахита көрінісі бар хана, патша хаткерлері бар хана һәм тағы басқалар. Сондай-ақ жоғарыда айтылған ханалармен біргелікте патша ғазине ханасына түскен салықлардың есабы жазылған архиві, құрал жарақ сақлайтын ханалар орналасқан. Арқа сарай комплексі бұл топырақ қаладан тысқарыдағы маратла топары болып, сарайдан арқада 100 метр қашықтықта 12 гектар шамасындағы майданда жайласқан. Бұл жерде Кушан патшалары Вимакатвис һәм Хувишканың дәуіріне тиесілі болған деңгелер, алтын арсланның басы, сонымен біргелікте баралейф сілеуге арналған альбастр қалыпта болған.
Арк болса топырақ қаланың арқа шығыс бөлімінде жайласқан болып, ол сарайға жақын құрылған. Арк имаратының майданы 40-қа 40 метр, биіктігі болса 25 метрге жетеді. Бұл оны қаланың ең биік имаратларынан біріне айландырған. Арк 3 имараттан ібарат болып, олар қаланың қорғану системасын бекемдеген. Оған шығыс тараптан көтерме жол арқылы кірілген. Бұл жол қорғану мақсатларында құрылған болып, дұшпанлардың hüжімін қиынластырған. Арк имараты тек қана қорғану емес, ал басқару орайы сипатында да қызмет еткен. Онда қала hükümдарлары һәм хәмилдарлары жайласқан. Арк һәм сарай біргелікте топырақ қаланың сияси һәм әскери орайы сипатында қызмет еткен. Бұнан тысқары бұл жерге жақын орынға шамамен 1 километр ұзынлықта һәм 1,25 километр кеңліктегі үлкен ашық майдан болған. Ол бекем диуалар менен оралған. Бұл майдан үлкен байрамлар һәм ат спорты жарыстары үшін стадион болып қызмет еткен болуы мүмкін. Бұл ләжлар сақ массагетлер дәстүрлері менен байланысы болған. Деректерде келтірілуінше, соңғы жылларда бұл майданлардың көпшілігі ауыл қожалығы жерлеріне айландырылған. Сол себепле археологиялық қалдықлар аз-маз бұзылған. Бұндан тысқары топырақ қала хақында жазылған айрым кітапларда бұл майданча дүниядан көз жұмған патшаларды ол дүнияға ұзату, жаңадан тақтқа келген патшаға таж кигізу, хан көтеру, ахметлік календарлық байрамларды белгілеу, караматлы діни дәстүрлерді өткеру үшін қызмет еткен деп айтылады. Топырақ қала сарайында сонымен біргелікте кітапхана болған. Һәм онда көптеген хужетлер тері һәм ағаш тақтайшаларға жазылған жағдайда табылған. Бұл хужетлер арамей тілінде жазылған болып, бұл айемгі арқа иран тілдерінің бір формасы болып табылады. Негізінен топырақ қала 1938 жылда белгілі археолог Сергей Павлович Толстой басшылығындағы Хорезм археология этнография экспедициясы тарапынан табылған һәм сол арқылы үйреніле басталған. Ал топырақ қала хақында жазылған кітаплардың бірінде болса, оның зерттелуі бойынша төмендегіше келтірілген. 1938 жылдың октябрь ақшамы еді. Біздің кіші топары Кушанлар қорғаны Аяз қаланың диуалларына шықты. 30 метрлік биіктіктен алдымызда өткен һәм алдында тұрған жолдың кең панорамасы ашылды. Құбла һәм шығыстағы қарабаханалардың таныс силуэтлерімен бірге батыста шөл, құм һәм тегізліктерден ұзақта 3 мінарлы қорғанның күшлі контурлары пайда болды. Бұл қандай қорған деп сұрадым жолбасшымыздан. Бұл топырақ қала, онда ешқандай қызықлы нәрсе жоқ деп қысқа жауап берді. Ертесі күні біздің каруанымыз сол қызық емес қорғанға жақынласты дейді. 1940 жылда топырақ қалада басталған қазу жұмыстары екінші жаһан ұрысы себеплі тоқтатылған. Бірақ та 1945 жылда Толстов Хорезмге қайтып келеді һәм 1950 жылға шекем сарай үлкен Хорезм археология этнография экспедициясының тикарыға объекті болады. Сонымен біргелікте бұл экспедиция мектеп ретінде де қызмет еткен. 1965 жылда болса археолог Елена Евдокимовна Неразик басшылығындағы группа қаланың кварталларын қазуды баслайды. 1976-1982 жылдардағы қазу жұмыстары нәтижесінде 150-ге жақын бөлме ашылды. Олардың көпшілігі диуаллары онша биік болмаған дәрежеде сақланып қалған. Солай етіп, топырақ қала хақындағы монография 1981 жылда басып шығылған. 30 жылдан астамырақ уақыт алып барылған археологиялық зерттеулер нәтижесінде топырақ қаладан бұрын ілімде белгісіз жаңа архитектуралық құрылыслар, хайкеллер, суретлеу көркем өнерінің шығармалары анықтағы архив ашылды. Сондай-ақ 21 мыңнан астам гулял ыдыстар менен олардың бөлектері табылды. Олардың арасында дән һәм су сақлау үшін істелген жүдә үлкен гүзелерден бастап салтанатлы байрам дастархандарын безеу үшін жүдә нәзік етіп даярланған шарапқа шекем ұшырасады. Сондай-ақ олардан басқа қоладан істелген тұтқалы айна, піл сүйегінен даярланған адам хайкелі, сырға, жүзік, моншақ, тарақ, күміс ыдыстар сонымен біргелікте қымбат бақалы болған безену тасларының түрлері ұшырасады. Олардың көпшілігі қаланың өзіндегі зергер ұсталар тарапынан істелген. Мағлұматларда келтірілуінше, сол уақытта бұндай бұйымларды істейтұғын зергер болғанлығы айтылады. Осы жерден табылған бір күміс 140 мыс теңгелер болса, қалада ақша айланысының болғанлығы хақында дерек беріп қоймай, бәлкі олардың көпшілігі осы жерде құйылған деп те болжауға болады. Сондай-ақ сарайлардың бірінен алтын жалатылған күміс те табылған. Бұнан тысқары бұл жерден табылған арқа шағы қарақалпақтардың шаңарақты әрқилы жаман рухлардан һәм тіл көзден сақлау мақсатында диуалға, есікке қошқар шағын ілдіруі дәстүрін еслетеді. Сондай-ақ қала құрылысына миллионлап пайдаланған гербишлерде салынған
белгілердің қарақалпақлардың руларының тамғаларына ұқсастықтары апуайы нәрсе емес. Бұлардың барлығы қарақалпақ халқының айемгі тарихын үйренуде қызмет ететұғын бейбақа деректер болып есапланады. Қаланың бай тарихи мәдени деректері арасында халқымыздың үрп-әдет дәстүрлеріне, көркем өнеріне тән болуы мүмкін. Мәселен, көптеген мағлұматларда топырақ қаладан табылған теңгелер менен дюваларда суретленген реңлі суретлердегі патшалардың басындағы тажлар менен ханзадалардың құлақларындағы тағыншақлар қарақалпақ қызларының сәукелелерін, сырғаларын есететұғылығын профессор Сергей Павлович Толстой уақытында атап өткен еді. Қаланың төменгі сарайындағы заллардың бірінің дювалындағы реңлі бояулар менен берілген мархумды жоқлау көрінісі қарақалпақлардың өліні жоқлау дәстүрі менен үнлесіп кетеді. Деректерде келтірілуінше, қазір бұл қаладан табылған естеліктер Москвадағы шығыс мәдениеті музейі менен Санкт-Петербургтағы Эрмитаж залларында сақланып тұрыпты. Солай етіп жүргізілген зерттеулер сол дәуірдегі қала халқының тұрмысын, кәсібін, діни сенімін, мәдениетін жақынырақ түсінуге мүмкіншілік берген. Айтпақшы, бұл жерде, яғни Топырақ қалада 2012 жылы әсірлер сазасы фестивалы да өткерілген еді. Олым алғанда Топырақ қала тек қана Қарақалпақстан Республикасы, бәлкі айемгі Хорезм тарихын үйренуде де ахметлі естелік есапланады. Сіз Топырақ қалаға барып көргенсіз бе? Бұл қала бойынша және қандай қызыклы мағлұматларды білесіз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.